Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы оқу құралдары. Тема урока школьные принадлежности. Әрпі, буква дауысты дыбыс. Гласный звук. Бірінші тапсырма: суретке қара, тыңда, көрсет, қайтала. Первое задание: посмотри на картинку, послушай, покажи, повтори. Бұл қызыл қалам. Это красная ручка. Бұл қара қарындаш. Это черный карандаш. Бұл ақ сөмке. Это белая сумка. Екінші тапсырма: толықтырып айт. Второе задание: дополни. Үлгі: сен кітап оқы. Образец: ты читай книгу. Үшінші тапсырма: суретке қара, тыңда, қайтала, көрсет. Третье задание: посмотри на картинку, послушай, повтори, покажи. Суретте кімдер бар? Кто есть на картинке? Бұл не? Что это? Бұл кітап па? Это книга ли? Жауап үлгісі: балалар, кітап, иә, бұл кітап. Образец ответа: дети, книга, да, это книга. Суретке қара, балалардың әрекеттерін ата, түсіндір. Посмотри на картинку. Что делают дети? Объясни. Кітапты бер, дай книгу. Кітапты ал, возьми книгу. Тыңда, послушай. Әрпі, буква дауысты дыбыс. Гласный звук. Бірінші тапсырма: дыбысының айтылуын тыңда, қайтала, тыңда, көрсет, өзін айт, буындап оқы. Первое задание: послушай произношение звука Повтори, послушай, покажи, скажи сам. Прочитай по слогам. Бұл гыш. Это вешалка. Бұл кітап. Это книга. Бұл кірпі. Это еж. Екінші тапсырма: буындап оқы. Второе задание: прочитай по слогам. Бұл піл. Піл ірі болады. Это слон. Слон бывает крупным. Бұл эшік. Эшік жылы. Это шуба. Шуба теплая. Үлгі бойынша сөйлесейік. Давайте поговорим по образцу. Алма, қазір қандай сабақ? Алма, сейчас какой урок? Қазір қазақ тілі сабағы. Сейчас урок казахского языка. Мынау қандай әріп? Это какая буква? Мынау әрпі. Это буква қандай дыбыс? Какой звук? Дауысты дыбыс. Гласный звук. Ол қалай айтылады? Как он произносится? Дыбысын созып айтуға болады. Звук можно растягивать при произношении. Балалар, демалайық. Жолдарына үңіліп, екі бақа жүгіріп, секіреді бақ-бақ. Ағаштарды аттап. Олар ерте тұрады, беті қолын жуады. Оңға солға шайқалып, бақылдайды ән салып. Судан шіркей табады, өсіп үлкен болады. Бақ, бақ, нақ, нақ, біздер айттық тақ,
ұрпақ. Сабақ бітті, сау болыңдар, балалар.